Құрметті досым, егер сен мынандай санды немесе мынандай санды білмесең, сен ондық бөлшектері туралы білмейсің. Сондықтан ондық бөлшектері туралы үйренген жөн. Білем, әрине, Intense Maths онлайн курсы арқылы жай бөлшектер туралы үйреніп алдың. Ал енді ары қарай нағыз математик болғың келсе, сен ондық бөлшектер туралы үйренуің керек. Видеоны соңына дейін қарап, қайталап түсінуге тырыс. Себебі бұл видео ерігіп шығарған видео емес. Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта біз ондық бөлшектер туралы өтетін боламыз. Ондық бөлшектер дегеніміз бөлшектің бөлімі 10, 100, 1000, 10 мың немесе тағы осындай болатын болса, онда оны ерекше немесе арнайы қылып жазу үшін ойлап табылған. Ондық бөлшекке бір мысал келтіріп жіберейік. Мысалы, 10-нан 3 деген санды алайық. Осы санды біз ондық бөлшектеріне жазатын болсақ, ең алдымен бүтінін жазамыз. Бүтіні 0-ге тең, себебі бұл дұрыс бөлшек. Дұрыс бөлшек дегеніміз, яғни оның алымы бөлімінен кіші. Сондықтан бүтінін жазамыз, бүтіні 0. Содан соң алымын жазамыз. Алымы бізде 3. 0 бүтін 10-нан 3 деп оқылады. Келесі тағы бір мысал келтірейік. Мысалға, оның бөлімі 100, алымы 6 болсын. Осыдан оны ондық бөлшектеріне жазатын болсақ, дәл банағы секілді ең алдымен оның бүтінін жазамыз. Бүтіні 0, содан соң. Енді астына қараймыз. 100-де бізде 2 0. Сондықтан үтірден кейін 2 сан болу керек. Соңғы санның орнына алымын жазамыз, ал бос орынға 0 жазамыз. Сонда бізде 0,106 шығады. Келесі тағы бір мысал келтірейік. Енді бұрыс бөлшек берілсін, 10-нан 15 деген. Бұрыс бөлшек себебі алымы бөлімнен үлкен, көп тұрғаныздай. Оны біз аралас санға айналдырып аламыз. Аралас санға айналдырғанда қарапайым әдісті пайдалану болады. Ол бағандап бөлу арқылы. 15-ті 10-ға бөлетін болсақ, ең алдымен 10-ның неше 15-ке бүтіні бар? 1 бүтіні бар. Себебі 2 бүтіні болса, онда 20 болып кетеді де, сосын ол 15-тен көп сан болып кетеді. 1 10 сияқты қана 15-тің ішіне. Содан 10-ды жазамыз. 15-тен 10-ды алатын болсақ 5. Осы санды енді 1 бүтін 10-нан 5 деп жазсақ болады. Бұл біздің аралас санымыз. Енді оны ондық бөлшекке айналдыратын болсақ, ең алдымен бүтін санын 1. Содан соң банағыдай бөлшектің бөлімі 10, яғни 1 0 бар. Сондықтан 1 сан жазамыз өтірден соң. Ол алымы 5-ке тең. Осыдан 1 бүтін 10-нан 5-ті аламыз. Келесі тағы бір мысал келтірейік. Мысалға аралас бөлшек берілсін. 3 бүтін 107 деген. Осыны біз ондық бөлшекке айналдырсақ, ең алдымен бүтінін 3-ті, яғни содан соң бөлшектің бөліміне қараймыз. 2 0 бар 100-дің. Сондықтан өтірден кейін 2 сан болу керек. Және соңына 7-ні салып, бос орынға 0 толтырамыз. Тағы бір мысал келтірейік. 4 бүтін 10 мыңнан 5. Бұл санды ондық бөлшекке айналдыру үшін ең алдымен оның бүтінін жазамыз. 4. Содан соң қараймыз. Бөлшектің бөлімінде неше 0 бар екен. Бұл жерде 10 мыңның 4 0 бар. Сондықтан 4 сан болу керек. Соңына алымын жазамыз. 5-ті жаздық. Сосын қалғанына 3 0 жазамыз. Содан біз 4 бүтін 10 мыңнан 5 деген санды аламыз. Енді басқа жағдайда қарастырайық. Егер бөлшектің бөлімі басқа сан болса, яғни 10, 100, 1000 болмаса, онда қалай жасау болатынын көрейік. Мысалы, 2-ден 7 деген сан берілсін. Осыны біз ондық бөлшекке айналдыруымыз керек. Бұл сан бұрыс бөлшек. Оны аралас санға айналдырайық. Айналдыру үшін 7-ні 2-ке бағандап бөлейік. 2-нің нешеуі бар 7-те? 3 бүтіні бар. 2-ні 3-ке бөлгенде 6. 4 бүтіні болса, 4 2 8 көйіп кетеді 7-тен. Сондықтан 3 бүтіні бар. Осыдан 3 пен 2-ні көйді 6.
7-тен 6-на алғанда 1, сондықтан оны аралас бөлшекке айналдырғанда 3,2-ден 1 деген санды аламыз. 3,2-ден 1-ді енді ондық бөлшекке айналдырайық. Ондық бөлшекке айналдыру үшін бөлімін біз 10-ға немесе 100-ге теңестіріп алуымыз керек. Бұл жерге 10-ға теңестіруге болады. 2-ні 10-ға тең болу үшін 5-ке көбейтуіміз керек. Яғни оның бөлімін 5-ке көбейтсек, алымында сол санға көбейтуіміз керек. 5 пен 5 қысқарып кетеді, жоқ болып кетеді немесе. Сол 5-ке көбейттік. Осыдан 5 пен 2 көбейтіледі 10, және алымында көбейтіледі 5. Осыдан 3,5 деген санды аламыз. Оны ондық бөлшекке айналдырайық. Оның ең алдымен бүтін жазамыз 3. 10-ның 1 нөл бар, сондықтан үтірден кейін бір сан, оның алымы 3,5. Және тағы да осындай бір мысал келтірейік. Мысалы 25 пен 13. Бұл санды біз ондық бөлшекке айналдыру үшін ең алдымен оның бөлімін біз 100-ге келтіріп аламыз. 100-ге келтіру үшін 25-ті 4-ке көбейтуіміз керек. Әрине оның бөлімін 4-ке көбейтсек, онда алымында көбейту керек болады. Сондықтан 13-ті де 4-ке көбейтеміз. Осыдан 13 пен 4-ті көбейтетін болсақ, бағанда көбейтейік. 3 пен 4-ті көбейткенде 12, 2-сін салып 1 ойда, 4 пен 1-ді көбейткенде 4, ойдамен 5, яғни 52. Осыдан біздің санымыз 100-ден 52, оны ондық бөлшекке айналдыратын болсақ, ең алдымен бүтіннің 0, содан соң оның бөліміне қараймыз 2 0, 100-ден 2 0 бар, сондықтан өтірден 2 сан болу керек. Ал біздің 2 санымыз сол, оның алымын жазамыз 52. Содан біз 0,152 деген санды аламыз. Осыдан біз ондық бөлшектер туралы түсіндіріп кеттік. Назарларыңызға рахмет. Видеоның астына лайк қойып, біздің YouTube каналға тіркеліп, және жаңа видеоларды күтіңіз. Intense Maths онлайн курсы сіздермен бірге. Математиканы бірге үйренейік.